Ақын деген кім? Әсіресе айтыскер ақын. Айтыскер ақын халықпенен төрде отырған биліктің арасындағы сөзбен жазылған арыз. Өлеңнің таққан тұмарын, өнердің жаққан шырағын, нұрила ақын секілді айтыс деп салған ұраным, бір құрсақтан жаралған секілдісің сыңарым, бұйырса кетпес сыбағаң болмасын оған күмәнің, жақсылап айтыс жасайық тарқатып елдің құмарын, армысыздар ағайын әзілге тосқан құлағын. Айтыс қазақ халқы үшін бүгінгі күні ұлттық құндылыққа айналып үлгерген өнер түрі. Айтыс ақындары қоқан билеушілері мен жергілікті әділетсіз сұлтан төрелердің бай болыстардан жасқанбай турасын айтып отырған. Ал бүгінгі күні сөзге жүйрік Дүлдүл ауданымыздың аяулы ақын қызы Алтынкүл Қасымбековаға жастарға үлгі етуді көрсетсек жөн болар деп ойлаймыз. Алтынкүл Қасымбекова 1973 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келді. 1989-2002 жылдар аралығында республикалық айтыстардан бірінші және бас жүлделер иегері болды және Ақтоты атағын алды. 1990 жылы Алматыда Қазақстанның 70 жылдығына халықаралық айтыста екінші орынды алды. Жақын күнде 2003 жылдың қыркүйек айында Сарысу ауданында 95 жылдығына орай өткізілген республикалық ақындар айтысында бірінші орынмен марапатталды. Бүгінде ақын қыз көп балалы ардақты ана, асыл жар, отбасының шамшырағы. Қазіргі таңда аудандық мәдениет үйінің жанынан Алтынкүлдің ақындық мектебі деп аталатын үйірме ашылып, талантты жастарды ұстаздық етіп, туған жеріне деген ықыласпен жыр арқылы жеткізіп келеді. Айтыс – вид искусства, который сегодня стал для казахского народа национальной ценностью. В своих стихах они, не боясь каканских правителей и местных несправедливых султанов, баи и правители волости говорили правду. А на сегодняшний день, думаю, стоит дать пример молодому поколению и представить слова прекрасной поэтессы нашего района Алтынкүл Қасымбековой. Алтынкүл Қасымбекова родилась в 1973 году в Южно-Казахстанской области. Во время учебы в школе у нее были замечены поэтические способности. В период с 1989 по 2002 годы стала обладательницей республиканских главных призов и получила звание Ақтоты. В 1990 году заняла второе место в международном айтысе к 70-летию Казахстана в Алматы. В ближайшее время, в сентябре 2023 году, в республиканском айтысе акынов, посвященном 95-летию Сарысуйского района, награждена первым местом. Сегодня поэтесса многодетная мать, благородная супруга, светлый луч семьи. В настоящее время при районном доме культуры открыт кружок под названием «Поэтическая школа Алтынкүл», где поэтесса обучает своих талантливых последователей, дарит им свой богатый опыт и знания, доказывая свою огромную любовь к своей родине и народу. Қасымбекова Алтынкүл Айтбаевна. Айтыс is a type of art that today has become a national value for the Kazakh people. Poets of Айтыс not shy away from the roles of Kokan and the local injured sultan nobles and rich people, and today we think it would be good if we showed the eloquent, deep, beloved poets of our region, Алтынкүл Қасымбекова, as an example to the youth. Алтынкүл Қасымбекова was born in 1973 in the city of Turkestan, South Kazakhstan region. While studying at school, his poet's ability magnetized. In 1989-2002, she was the winner of the first and the main prizes at the Republican competitions and received the title of the fame Ақтоты. In 1919, took second place in the international competitions for the 17th anniversary of the Kazakhstan in Almaty. Recently, in September 2023, he was awarded first place at the Republican Festival of Poets held on the occasion for the 95th anniversary of the Sarsu region.
Today, the poet is an honorary mother of many children and noble wife, a beacon of kind. Currently next to the Regional Culture Center, Altın Kılıç Poetry School Club has opened, teaching young people and conveying their love for the motherland through poetry.